Сәлеметсіздер. Менің атым Темірлан Тынышбаев. Сіздер мені кім деп танышасыздар? Мен қазақпын, мекеме басшысымын және жемқор. Иә, кәдімгі парақор. Және де мен бұл үстінен ұялмаймын. Себебі мен қара басымның қамын ойлаймын. Бірақ та мен ел алдына шыққан кезде әрқашанда жемқорлықтың жаман екенін айтамын. Себебі бұл ұлт болашағына зиян. Себебі бұл ұлт болашағына зиян. Мүмкін сіздер мені нағыз хайуанға теңеп танышасыздар. Бірақ та мен сіздерге барлығын басынан түсіндіріп беремін. Переходты көрдіңіздер ме? Өзім ойлап тапқан. Үш дауысын артынан жазып отыр. Біз 2016 жыл жұмысқа 3 дос болып көрдік. Ол Бекжан, Арман және мен. Бекжан мен Арман өзінің таланты мен дарынының арқасында аяқ астынан бастыққа жағып, жұмыстар алға баса бастады. Ал мен болсам футбол киіп алған бастықпен күнде қырылыстым. Уақыт өте келе, мен де өзімнің дарыным мен талантымды көрсетіп, бастыққа жаға бастадым. Сөйтіп өзімнің еңбекқорлығымның арқасында аяқ асты бастық болдым. Жемқорлық зиян. Ол өте жаман. Бірақ та мен бұл істен ұялмаймын. Себебі барлығы солай істейді.